Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 153-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 3 амалмен орындалатын есептер шығару. Сабақтың мақсаты 3 амалмен шығарылатын есептерді шамалау арасындағы тәуелділікке құрылған жай есептерді шығару. Кесте бойынша өрнектер құрастыру және оларды жаз. Олардың мәнін табу. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектің мәнін тапқанда сен Экспо 2017 көрмесіне әлемнің неше елі қатысқанын білесің дейді. Бізге жақша ашылған 196 көбейту 4, азайту 439 бөлу 3 өрнегі берілген. Енді шығарамыз. Бірінші жақшаның ішіндегі 196-ны 4-ке көбейтеміз, азайтамыз, 439-дан шыққан санға 3-ті бөлеміз. Сонда теңдігі қанша болатынын табу керек. Енді біз 196-ға 4-те көбейткен кезде 784 болады. Енді 784-тен 439-ды алған кезде 345 болады. 345-ті 3-ке бөлген кезде 115. Сонда Экспоға әлемнің 115 елінен адамдар қатысқан. Және де есеп 2. Есептерді шығар. Асына қараймыз. Алия сынып жетекшісі, сыныптастары және олардың ата-аналарымен бірге Экспо 2017 көрмесіне автобуспен барды. Автобуста 90 теңгеден 6 ересек адамға және 45 теңгеден 10 балаға жолақы төленді. Олар жолақыға барлығы неше теңге төледі дейді. Автобуста 90 теңгеден 6 ересек адам бар екен. Енді олар қанша төледі? 90-ды 6-ға көбейтеміз, 540 теңге. Енді балалар 45 теңгеден 10 бала. Сонда 45-ті 10-ға көбейтеміз, 450 теңге. Енді ересектер 540 теңге, балалар 450 теңге. Ересектер мен балаларды қоса алғанда жалпы барлығы қанша теңге төледі? Сонда барлығы жалпы 990 теңге төледі. Екінші есептің әсіне қараймыз. Сырым достарымен бірге Экспо 2017 көрмесі аясында ұйымдастырылған театр қойылымына барды. Олар 500 теңгелік 2 билет және 200 теңгелік 5 билеттен сатып алды. Олар билеттерге барлығы неше теңге төледі? Енді балалар бұны өзіміз тауып көрейік. Олар 500 теңгелік 2 билет. Сонда 500-ді 2-ке көбейтесіңдер, қанша шығады? 200 теңгелік 5 билет сатып алды. 200-ді 5-ке көбейтіңдер. Екеуіне шыққан санды қосасыңдар, сонда билетке барлығы қанша теңге төледі? Соны өзіміз шығарып, жауабын табамыз. Үшінші есептің асына қараймыз. Есепті шығар дейді. Қойылымға қатысушыларға киім тігу үшін мата сатып алынды. Бір орамда 324 мата бар, ал екіншісінде одан 131 метр мата кем дейді. Егер бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсалатын болса, онда барлық матадан неше көйлек тігуге болады және неше метр мата артық қалады дейді. Енді бірінші орамда 324 мата бар екен белгілі, екіншісі одан 131 метр мата кем дейді. Енді 324-тен 131-ді азайтамыз. Сонда екінші орамда 193 метр мата бар. Енді бірінші және екінші метр орамдағы маталар саны қосамыз. 324-ке 193-ті 517 болады. Енді 517-ні бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсалатын болса, қанша көйлек тікті деп жатыр ғой. 517-ні 4-ке бөлеміз. Сонда 129 қалдық 1 болады. 129 көйлек және 1 метр мата артық қалды. Төртінші есепке қараймыз. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап дейді. Бізде оқулықта кесте берілген, азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Осылардан өрнектер құрастырып, олардың мәнін табамыз. Бірінші азайтқыш 1000, азайтамыз 450 көбейту 2-нің айырмасы қанша болады табамыз. Біз бірінші
бұл жерде көбейту орындалады. 450-ді 2-ге көбейтіп аламыз. 900 болады. 1000-нан енді осы көбейткен санымыздың мәнін азайтамыз. 1000-нан 900-ді азайтқан кезде теңдігі 100 болады екен. Екіншісі 450 азайту 29-ның 2-ге көбейтіндісі. Теңдігін тап дейді. 29-ды 2-ге көбейтіп аламыз. 48 болады. 450-ден 48-ді азайтқан кезде 402 болады екен. Енді үшінші өрнекті өзіміз шығарып көрейік. 450-ді 2-ге көбейтіп алыңдар. Мәні қанша болады? 24-ті 3-ге көбейтіндер. Мәнін тауып алып, 450-ді 2-ге көбейткенде қанша шықты? Сол саннан 24 пен 3-тің көбейтіндісін азайтамыз. Сонда өрнектің мәнін табамыз. Осы үшінші өрнекті өзіміз мәнін тауып көрейік, балалар. Есеп 5. Есепті шығар дейді. Асында анасы өрік пен шиенің әр қайсынан 45 литрден шырын дайындады. Өрік шырынын 3 литрлік банкіге, ал шие шырынын 5 литрлік банкіге құйды. Барлығы өрік пен шиенің шырыны неше банкі қажет болды дейді екен қоса алғанда. Енді біз шиенің әр қайсына 45 литрден 5 литр банкіге құйған, сонда 45-ті 5-ге бөлеміз. 9 болады. Одан кейін 45 литр шырынды 3 литрлік банкіге құйғанда 45-ті 3-ге бөлеміз. 15. Енді 15 литр өрік болды. Шие 9. Сонда екеуін қосамыз. Сонда барлығына шие мен өрікті құю үшін 24 литр банка қажет болды. Әсіне қараймыз. Әсінде де тура осы сияқты 44 литр тосапты құю үшін неше 3 литрлік банка қажет? Осындай мөлшердегі тосапты құю үшін неше банка қажет болды дейді. Бұл жерде де тура осылай шығарылады. 45-ті 3-ге бөлеміз 15, 45-ті 5-ге. Алтыншы тапсырмаға қараймыз. А, В және С жиындары берілген дейді. Жиындарды қалай атауға болады? Жиын элементтерін ата және орта қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсы ішкі жиын болады? Әріптерін және белгінің көмегімен жаз дейді. Енді бізге А жиыны, В жиыны және С жиыны берілген. А жиыны бұл жерде 10, 12, 14, 16, 18 сандары. Бұлар ішкі жиын болып тұр. Бұл сандар жұп сандар. Ал енді В жиынында 13, 15, 17, 11, 19 сандары. Бұлар тақ сандар болып тұр. Енді С жиынында біз аралас сандар жиыны немесе жұп және тақ сандар жиыны деп атасақ болады. Өйткені С жиынында екі жаңағы А және В жиынына тиісті сандар жиыны берілген. 17, 10, 14, 19, 13, 12, 15, 16, 18, 11. Яғни бұл жерде А және В жиыны С жиынына тиісті. Балалар, 7-ші тапсырмаға қараймыз. Есептерді шығар. Асында Мақсат мұз айдынға 6 сағат 10 минутта кетті. Кетіп, үйге 8 сағат 45 минутта қайтып келді. Мақсат неше сағат үйде болмады дейді. Енді Мақсат 8 сағат 45 минутта қайтып келген болса, 6 сағат 10 минутта кеткен болса ол үйден, сонда біз 8 сағат 45 минуттан 6 сағат 10 минутты азайтамыз. Мақсат сонда үйінде 2 сағат 35 минут болмады. Әсіне қараймыз. Айман құрбысымен аулада 45 минут серуендеді. Ол үйіне кіріп, киініп, 20 минуттан кейін құрбысымен кинотеатрға барды. Кино 1 сағат 30 минуттан кейін аяқталды.
Айман үйге 15 сағат 19 минутта келді. Айман құрбысымен серуендеуге үйден сағат нешеде шықты дейді. Ол 45 минут серуендеді аулада, 20 минут киінуге уақыт кетті. Сонда 45-ке 20 минут, 65 минут ол серуендеуге жұмсады уақытты. Яғни жалпы тауып алу үшін біз киноға 1 сағат 30 минуттан кейін аяқталды дейді. Сонда 1 сағат 30 минутты біз бірден айналдырып аламыз. 1 сағатта 60 минут бар, оған 30-ды қосқанда 90 минут болады екен. Сонда 45 минут жаңағы ол аулада жүрді, 20 минут киінуге уақыт кетті, және киноға 1 сағат 30 минутты жаңа 90 минут аяқталды уақытын қосып алған кезде жалпы 155 минут болды. 155 минутты біз 2 сағат 35 минут деп алдық. Өйткені 1 сағатта 60 минут бар, 2 сағатта 120 және 15 минут, сонымен 2 сағат 35 минут болады. Енді ол үйге 15 сағат 19 минутта келген болса, 15 сағат 19 минуттан 2 сағат 35 минут ол жаңағы сыртта жүрген уақытты азайтамыз. Сонда ол 12 сағат 44 минутта үйден шық.